Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен сезім. Достар, сезімнің әлеміне қош келдіңіздер. Видео бастамас бұрын маған тіркеліп, лайк басып және де коммент жазып кетіңіздер. Достар, бүгінгі сериал бізде тоқтаңыздар. Асыранды қыз деп аталады. Ендеше сериалымызды бастайық. Тұрайын, ана қыз қайда? Терезені жоқ қойыппын. Мен алтын қызымға жеке бір соны айтамын. Қызым, тұр. Ау, мам. Қызым ұйқың қанды, мам? Қазір тамақ ішеміз, жарай ма? Кеттік, ана қызды көріп келейік. Қызым, сен осы жерде тұра тұршы, жарай ма? Мен қазір келемін, ана қызды оятып келейін. Мынаған не болған тағы? Ей қыз, не істеп тұрсың? Бол, тұр. Мам, кішкене жатып тұрайын. Тұр дедім мен саған. Құсқым келіп тұр. Мама отырмын. Ей қыз, тұр. Мынау ауырып қалған ау деймін. Киімін шешіп алыппыз ғой мына байқұстың. Ауыра берсін. Ауырып қалған ба не әпке? Қызым, не болды? Жоқ, ешнәрсе болған жоқ. Жүр бері. Мен қазір бөлмеме барам. Қазір бөлмеме бар ойнаймын. Қызым, не болды саған, бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Сенің ойыншықтарың қайда? Білмеймін, мам. Кейін ойнайықшы, жарай ма? Мен қазір ойыншық ойнаймын. Жарайды, қызым. Оны неге тақпайсың? Маған ұнамайды ол. Тастай салыңызшы мұнда. Жарайды, қызым. Қой берші. Мен барып демалайын. Кішкене рас демалып тұрайын. Әпке ауырып қалған ба? Мен барып оның қасына барып шума бір нәрсе берейін. Әпке көзіңізді ашыңызшы. Энджу. Әпке, бәрі дұрыс па сізде? Менде дәрі су керек маған. Әпке, мен сізді түсініп тұрмын, жаурап қалғансыз-ау деймін. Мен қазір сізге киім беремін. Мынау менің жаңа киімім. Бұны сізге берем, ауырып қалмасын деп. Сіздің киіміңізді кесіп алғаныңыз үшін кешірім сұраймын. Әпке, сізде бәрі дұрыс па? Келіп берші. Келіңіз, жата тұрыңыз. Мен су алып беремін. Мама білмеу керек. Мынаны тез тыға салайын бір жерге. Так. Болды онда. Так. Мама ұйықтап жатыр. Әпке ауырып жатыр. Демек оған дәрі керек. Маманың ашасының бір жері бар еді. Әпкені бөлжекке жатқызуға болмайды. Әпке, жүріңіз. Қайда бара жатырмыз? Менің бөлмеме. Бірақ сіз менің бөлмеме жататыныңыз ешкім кетпеңіз. Келіңіз, мұнда жатыңыз. Әпке. Так, бөлмеге шығайын. Әпке, кішкене көрсін. Тағы алыңыз. Әпке, не болды? Су әкелші, тағы да су ішкім келіп тұр. Так. Ыстық шай берейін. Әпке, қарныңыз ашып жүрген жоқ па? Жоқ, керек емес. Иә, бәрі дұрыс, қазір ұйықтайтын шығар. Сіз ұйықтай тұрыңыз. Мен білмеймін, бір бөліп ойластыратын шығармын. Шығайын біріншіден. Маманың тамына барайын. Ақшыларды қайда жасыратын еді? Терезе. Міне дәрі. Оның бәріне дәрі алу керек. Қанша дәрі алатынымды білмеймін. Қосылып тұр ғой папаның компасы. Тез барып дәрі алып келейін. Бірақ мен жүргенде мамам біліп қоймай ма? Жарайды, барып көріп келейін. Сумка алып алайын. Әпкемнің несіне? Болды, алып алдым. Осыған сап алайын, ақшанда ауырлап кетіп жүрер. Кеттім. Так, осы жер. Саламатсыз ба? Ойбай, саламатсың. Не керек саған?
Маған дәрі бере аласыз ба? Қандай дәрі керек? Маған ана екеуінен беріңізші, тұмауға қарсылық. Я қазір беремін. Так. Ақшаң қанша бар сенің ақшаң? Менде мынанша бар. Жетеді осы. Так, мынау тұрады. Мынау тұрады. Аха. Сосын біреу келеді ма? Я, біреу келеді. Рахмет сізге. Я, бара ғой жаным. Мен асылай көріп болған сияқты. Әпке қазір күте тұрыңыз. Естісем екен, айқа тұрып қала салайын. Айқа жауып қойын. Мен жоқпын шығар. Жаным мына жерде асылы күн кетіп бара жатқан жоқ. Әке болыңыз ба? Я, қызым. Кеттік. Так, келдім үйге. Так, әкеме барайын бүгін. Әке тұрмашы. Әкеге су керек, өтем демала алмай жатыр. Бар дұрыс па? Бұл әкелдің бедәрі. Тұрмаш. Дәріп келін, бірақ ешкімге айтпаңыз. Қазір. Болды, осыны күнделікті ішіп жүріңіз, жарай ма? Я, рахмет. Жүріңіз, тұрыңыз. Жоқ, мен жаттым керек. Папа ұрсады ғой, ұрыспайды. Қорықпаңыз, енді сіз менің көмтамда ұйықтайсыз. Түсіндің ба? Түсіндім. Әкесі енді жатып демалыңыз. Жоқ, мен тамақ істеймін. Жоқ, жатыңыз. Жатыңыз, мен сізді өзім бір жаққа жасырам. Қазір анам келе жатса, маған айтыңыз. Мен қайда жасалам? Сіз, может, төсектің астына жатармыз? Төсектің астына жатасың ба, несе? Я, болады маған. Так, болды, қойып қойдым. Мен мына шәйнектерді қотайын. Жарай ма? Так, мен төсектің астына жата берем. Жарайды әпке, сонда тығылып ұйықтай беріңіз. Мен мына жақта жатамын, жарай ма? Жарай ма дейм? Я. Мен анамды сізде тығып жүрем. Сіз жатып демалыңыз. Қазір мен төсегіме жатып демала беріңіз. Бәрі қазір мама кемсен әпкем заттан көместі қойайын. Так. Не, мына менің игрушкам емес пе? Так. Мынаны мына жерге қоя салайын. Үйге кірейін. Мама папа тұрмай тұрған. Кесін ұстап қалайық. То мына үйде немене біле, тамақ істемейтін адам жоқ па? Әкесі тұршы. Қызым. Мама папаны да ұшып жатқан сияқты. Не істеймін? Әпке. Не болды? Сіз мұның астына тез шығыңыз. Мама пап келе жатыр. Жарайды. Жатыңыз. Мен қазір көзім жұмайды. Мен де жұмдым. Я, жарайды. Так, қызым. Тұра қойсын. Тұр. Так, қызым тұр. О, қайыртан анашым. Мына сумка кімдікі? Ол менікі, мам. Онда тұра берсін мына жерде сумкаң, жарай ма? Есіп жабайық. Не? Ана әпкең қайда? Тамақ дайындамай ма? Жарайды, отыра ғой. Өзім тамақ пісіріп беремін сендерге қазір. Әзімдеп тұрып. Стақандармен іше беріңдер екеуіңде. Так. Мамаға тамақты басқаша қылып пайдалық пісіріп беріңіз. Сен тағы да бір тамақ дайындап беріңіз. Өзіңіздің. Сен не пайдалы тамақтар жейтін болғансың ба не? Жоқ, есінен қуып беріңіз. Қазір күт. Не қуырсам болады? Так, не қуырайым, жұмыртқа қуырам. Продукттың бәрі бітіп кетіпті ғой. Так.
Ана қыз қайда? Бізге күнде тамақ пісіріп жүрген. Жоқ ау Тимон. Мама неге кете бересіз? Қыз не болды саған? Лимонад алып келіңізші мен. Не бар еді үйде ішетін? Так, мынаны жоға тауып алдым ғой. Так, ішіңдер шайлаңды балалар. Тісті жуатын қыз қайда? Шақыр ананы. Ана қыз қаяқта жинайтын? Мам, ол білмеймін, тағы да жүрген шығар. Қызым, сен срочно алып тұрып жүрсің ба? Вообще олай айтпайтын едің ғой. Жоқ, жүріңіз. Қызым, мам, мен онда мына жерде қаламын. Неге? Сіздер кеше неге барам деп едіңіздер ғой, қонаға телефон алуға, соған бара берсеңіздер. Жоқпайсыңдар ма? Жоқ, бара беріңіздер. Жарайды. Ана қыз қайда өзі? Кеткен ау деймін. Мынау қайда? Қашып кеткен ол онда. Жүр, онда кеттік. Кетейік. Так. Тез әпкеге тамақ дайындап беру керек сияқты. Әйтпесе, потому что әпкенің қарны қатты ашып қалған сияқты. Қандай тамақ пісірсем болады әпкеге? Холодильникте жұмыртқадан басқа түк жоқ. Соңғы жұмыртқаны қосып берейін. Қасына не қоссам болады? Кәмпиттерді мұнда қойып қояйын. Оның біреуін өзім жеймін. Әпкеге не қалды? Так, жоға істедім ғой мыналардың бәрін. Так, енді мыналарды әпкеге апарып беру керек. Мама, жоға деймін. Әпке, тұрмыш. Не болды, алып келдің бе тамақ? Алып келдім. Мыналарды жей беріңіз. Қаның ашып қалған ба? Қазір мен сізге бутерброд жасап әкеліп берейін. Екеуін жеп қойдым. Аш қарағым ай. Мен мына жерде үйреніп қалдым уже. Жақсы, келіңіз, мына жақта тамақ ішіп алыңыз. Рахмет, жаным, ау, сен неге маған қоңыр болдың? Енді сіз мені білесіз. Так, болды ма? Иә, болды, іше беріңіз. Привет, бургер жасап әкеліп қолдан, молодец. Дұрыс па бәрі менде? Иә, дұрыс. Енді жатып демалыңыз. Әпке, сізге қазір дәрі ішу керек деп ойлаймын. Әпке, сізге дәрі ішу керек, тұрыңыз. Жаңағын ашқан жоқпын ба? Ішесіз бе бете? Болмайды. Сіз қазір сары дәріні ішесіз. Так. Болды, демалыңыз. Енді жатып демалам. Достар, солайша ол әпкесіне көмектеседі. Егер сіздерге екінші часть ұнаса, маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал үшінші сериясы керек болса, осы видеоның астына 1000 лайк жинап тастайық. Давайте кеттік. Пока.